Assalamu alaikumlar. 1880 жылы 8 айдың 23 күні Іле туралы Жунго-Россия келіссөз өткізеді Петербургта. Яғни Қытайдың Чин династиясы мен Ресейдің ақ патшасы сол кезде Петербургта келісім өткізілген. Келісімде 1881 жылы 2 айдың 24 күні қол қойылған. Іле келісімі деп аталған, Петербург келісімі деп аталған. Осы келісімнің бірінші тармағында ашық жазылғанда жерді бөлу деп. Жерді бөлу. Бұл негізінен 3 бөліктен тұрған. Яғни қазақтың жерін Қытайға қарасты жер және Ресейдің сол кездегі ақ патшаның құрамында қалған жер деп қазіргі Қазақстан территориясы болып бөлініп қалуына себеп болған осы келісім болған. Яғни Қытайдың қазағы, Қазақстанның қазағы деп екіге бөлініп қалуымыздың келісім шарты осы күні жасалды деп есептеймін мен. Бұнда міне Іле районы, Қорғас өзенінің батысындағы 10.000 шаршы километр жер, Чәуешектің солтүстік районы, Күйтін тауынан Мұзтауға дейінгі түзу сызық тартылып дейді. Түзу сызық пен көне сызықтың аралығы шекара болып белгіленеді. Яғни қазақтың жерін өстіп ашық түрде 1881 жылы 2 айдың 24 күнгі құжат бойынша қазіргі Іле Қытайдың құрамында қалған Іле Қазақ автономиялы облысы және Қазақстан территориясы болып екіге бөлініп қалатын себебіміз осы болды.